Сәлем достар, дәл осындай жұмсақ корждарды бір ай бойы сақтауға болатынын білесіз бе? Білмесеңіз видеоны соңына дейін көріңіз, видеоның соңында айтатын боламын. Жұмыртқа мен қантты миксерлеп аламыз. Ұнға разрыхитель мен какаоны қосып араластырып қоямыз. Айранға 2 қасық сметана қосамыз. Сосын пищевая содаға 1 қасық уксус қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді миксерлеп қойған жұмыртқаға жаңағы айранды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қызыл бояу қосып, тағы да араластырамыз. Ұн қосып, тағы араластырамыз. Енді корждар 5 бөлік шығатындай етіп бөліп, құйып пісіріп аламыз. Корждарды жылы кезінде дәл осылай орасаңыздар, 1 ай бойы сақтауға болады. Видеоны лайк басып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.